шара бұл мектеп мұғалімдері, соның ішінде дінтану пәнін оқытушы мұғалімдермен және психологтарға арналған дінтану пәнін оқытудың әдістемесі мазмұны тақырыбында семинар өтейін деп отыр. Өйткені бұл өте маңызды тақырыптардың бірі. Неге десеңіз, қазіргі жастардың арасындағы діни радикализм, экстремизм идеяларының таралуы, діни фундаментализм қателіктеріне ұрынбау үшін жалпы негізгі бұл пәннің мектептерде оқытылуындағы мақсат осы жастарға, соның ішінде мектеп оқушыларына діннің бағыттарын, негізгі ерекшеліктерін, соның ішінде теріс ағымдардың бар екендігін және болашақта дінге қатынасты байланыстар пайда болған жағдайда қандай бағыттарды ұстану керектігін, қандай дәстүрлі және дәстүрлі емес діндердің бар екендігі туралы жалпы мәлімет беру. Жалпы дінтану пәні өте маңызды пәндердің бірі. Дінтану пәнінде жалпы дәріс беретін ұстаздардағы ең алғаш ұстанымы зайырлық ұстаным болу керек. Өйткені біздің Қазақстан зайырлы ел. Бұл елде көптеген әртүрлі ұлыстар, әртүрлі конфессиялар болғаннан кейін ешқандай бір дінге басымдылық беріп, немесе бір дінді насихаттауға негіз жол бермеуі тиіс.